саламатсыз ба? Вообще, қалайсыздар? Алейкум ассалам. Жоқ, мен сізге саламатсыз ба дедім. Неге? Микрофон ештеңе қоймайсың ба мына жерге? Өзіме болады, сізге болады ше. Сен ше? Өзіме болады, қымбаттау, четко тұрады да. Сізге өткен мындай қымбатта тұрмайды да сізге. Істей ма өзі? Істей ма? Болады сізге, нормально. Істейміз де жай береді сізге. Не үшін шақырдың? Шақырғанда, мен сізді шақырған жоқпын. Сен шақырған жоқпын. Жаңағы 500 теңгеге сіз ба? Сен ба? $500 дейсей? Жоқ, негізі 500 теңге деп етті маған, жаңа чегін көрсетті маған, 500 теңге деп. Қойшы болды, кеттік. Не үшін бұл бағыт? Не болыпты бұл бағытқа? Жоқ, мен сізге сұрақ қойдым ғой. Мен саған сұрақ қойдым ғой. Не үшін бұл бағыт деп. Енді сұрап тұрмын ғой сенен. Не болыпты бұл бағытқа? Жаман ба? Сіз айтсаңызшы. Сен айтсайшы. Мен сосын айтам. Жаман, жақсы деп. Жасың нешеде? Танымаймын сені ше. Сол үшін сұрап отқам. Не үшін бұл бағыт өз? Бір айыр келеді деді, негізі ше. Амилайдың туысқан дей ма? Амилайдың? Нағашысыз ба сонда? Түрім ұқсап тұр ма не? Жалпы былай кеп тұр. Қойш? Қанда бар да, қанда бар. Қой, бастайық. Не бастаймыз? Не үшін бұл бағыт? Жасың нешеде сен? 18-де. Менің есімім Бейбіт. На кісі білмеймін бір. Гонорар 500 теңге. Сен өзі осы сферада жұмыс жасайсың ба? Иә. Или бүгін бірінші күнің ба? Жоқ. Тамадам ғой негізі мен. Өнер дейтін өлкедегі сондай бір Қазақстанға еңбек сіңген тамадам негізі. Қанша ашасың тойға? Бәрі таниды мен. Тойға қанша ашасың? Миллион ғой. Миллион? Тұрсынбек Қабатов мырза естіп қоймасын ба? Серьезно? Настроениесін түсіретін сияқтысың олардың. Нормально. Бопты. Не үшін шақырдың, айтшы? Не үшін бұл бағыт? Бақытты отбасы. Бір бақытты отбасының өмірін көрсетем видеода. Әзілмен. Сен бақыттысың ба сонда? Сен ше? Шүкір бақыттымын. Бәрі бақытты деп ойлайсың ба? Мен өзім білем. Қалғаны ше? Қалған білмеймін ғой мен. Қалғаны қызық емес па сонда саған? Халыққа дейтін бір жанашырлық жоқ па сенде? Осы сен ше? Бағыт дедің ғой бағана маған. Сонда әйелдің киімін киіп алған. Сонда не? Обязательно бір Амилайға ұқсау керек па не? Басқаша қарай алмайсың ба оны? Может бұл пайдалы нәрсе істеп отқан шығар деп. Кім шақырды негізі? Сендер ғой мен сұрақ қойсам жауап беру керек қой маған негізі. Сен дұрыстап қойсың сұрақты. Неге маған лақтырып жатыр сұрақты? Мен түсінбедім. Сұрағың дұрыстап қойсың. Бар ма еді бір ақана бар ма? Әкетіңіздерші, мұсы бір жақсы бір 1000 теңгесін беріп шақырайық бір нормальный адам. Немене білем мынау? Корейский кино көп көріп тұрсың ғой дейме?
Бопты, мақұл. Сен көңілің үшін сұрағын қойшы. Осымен 5-ші рет. Не үшін бұл бағыт? Бақытты отбасын көрсету қазір көп ажырасып жатқандар. Телефонға бересіз ба? Сендер түсіріп жатсыңдар ма, или бұл дайындық па? Жоқ, түсіріп жатырық. Айта беріңіз, кеттік. Точно айта берем ба мен? Иә, әрине. Подкаст бүйтіп өтпейтін сияқты еді ғой. Мына жерге кофе, ештеңе қоймайсыңдар ма? Кофе негізі бар, бірақ саған жоқ. Саған бір су бар. Өзінің су, бірақ жаңағы бет ол жуатын су негізі арасында шеп түсіп тұратын бар. Маған ба? Иә, енді басқа кім бар мына жерде? Сұрап тұрсын, беріп тұрмын. Өзің іше бер. Жарайды. Осы подкаст ютубқа шыға ма сонда? Иә, Ыңғайсыздау емес па? нормально негізі. Бопты. Айта берейін ба өзім темамды? Кеттік, иә? Ажырасу өте көп. Кеттік. Соны тоқтату керек. Бір-бірін сыйлау керек адам. Иә, кеттік. Сол. Ене мен келіннің ауырып жатсың ба? Жоқ, просто сіздің аураңыз жақпай жатыр маған ше. Менің ба? Кеттік. Ажырасу тема. Ажырасу өте көп. Соны тоқтату керек. Ата ене бір-бірін сыйлату керек. Екі жас бір-бірін сыйлау керек. Сол бойынша осындай видеолар түсірем әзіл ретінде. Сен сияқтылар көрсін деп. Сен сияқтылар бірдеңе түсінсін деп. Көп нәрсе түсінбейтін сияқтысың ғой, бірақ Ау, саламатсыз ба? Иә, бір 2 донер бересіз ба? Куриный. Мен ше? Несі? Қонақпын ғой мен. Жоқ, екеу. Қасында білмеймін бір. Ой, берем ақшасын. Ау? Берем ақшасын. 3 донер, 2 кола. Өтпейді. Өзіңе алмайсың ба не? Жоқ, өзіме ғой. Екіншісі қасында қоймекші ме? Су. Мен ше? 10 теңге болады. Вообще 3 теңге салсаңызшы маған да Каспиге. Бейбіт деп шығады. Иә, сізге емес, жоқ, қазір. Иә, сол. 2 донер саласпақша. Салам. 3 кола. Қоймен кеттін олар. Иә. Иә, ана мусорканың жанындағы. Бір дешевый офис. Аха. Все, жақсы, сау болыңыз. Болдың ба? Жоқ, сіз айта берсеңізші, маған қарамақ қойыңыз, маған үйтін емей қойыңыз, айта беріңіз. Баняға заказ бермейсің ба? Баняға киім бере салам қазір. Менші деп шығаратын тұрсың ғой. Менші. Мен бармайым ба не деп. Семен ба? Түстің келмей ма не менімен? Иә. Неге? Ұнамайсыз просто. Ұнау керек міне саған. Иә, негізі ұнау керексің. Амилайсың ба? Или мен амилай деп тұрсың ба? Бопты, қойшы сұрағыңды, қойшы құрсын. Азан мен настроен түсіріндір ме? Тез өткізіп жіберейікші давай. Жалпы жынысыңыз қалай? Женский, мужской. Жұмысыңыз
Жыныс. Жыныс? Иә. Сіз или бұндай сөз түсінбейсіз ба? Сіздің ондай сөздерге сөздік қолың жетпей ма? Если что, кітап бар, берейін, сәл оқып, сөздік қорыңызды дамытсаңызшы. Сен өзі кітап оқығансың ба? Иә. Бос уақытың болса ұйықтайтын сияқтысың ғой, Жоқ, сіз айтсаңызшы жалпы. Сұрақтарын қойсай тұр ғой енді ана жерде. Не деген? Негізі әйелдің киімін кие алмайсыз ба? Әйелдің киімін киіп жүруге, видеоға түсуге жалпы. Ұятсыз нәрсе істеп жүрмін не мен? Жоқ, ұялмайсыз ба деп тұрмын да жалпы. Болады ғой бір әйелдің киім киіп бір жерде түсіп жүрсең, ұялып қалмайсыз ба? Ұялмайым? Ел бар, жұрт бар дегендей. Ұялмасаңыз жақсы. Мен тек әйелдің киім кимеймін ғой. Ата бар, Жоқ, ене бар. киесіз ғой. Аха. Киесіз. Бақытты отбасы болу үшін не істеу керек? Тату болу керек, ұрыспау керек, бір-бірін түсіну керек. Иә, Ондай ұғым бар ма сенде өзі? бар әрине. Ажырасу көп қазір білесің ба? Сіздің түріңізді көргім келіп тұрған жоқ. Не үшін шақырдың онда? Мен ба шақырған? Енді кім шақырды? Мен шақырған жоқ. Бопты, сұраған қойшы дәлші. Алдағы жоспар қалай? Бұдан кейін не істейсіз? Не істемекшісіз? Или осылай жүре бересіз ба? Қалай? Осылай? Не бопты? Осылай 500 теңгеге барып подкасттарға. Или дата қатты ақша жоқ па? Сұраған қойшы сен. Я сол айттым ғой мен сізге жаңа. Мен саған. Алдағы жоспар қалай? Сол, өсу, әрекет жасау, ажырасу санын азайту. Мынау ма өсетін? Жастар-ай. Жасың нешеде сен? 18-де. 18? Иә. Мен баламнан 2 жас үлкен екенсің ғой? Болды ма, бітті ма? Су ішесіз ба? Ішпеймін. Лаваш келеді ғой қазір. Күйсей, өзің ғана іше бересің ба? Бокалға ма? Аузыма құймайтын шығарсың енді. Бар ма бокал бірдеңе бар ма өзі? Кофе деген сияқты. Бізде қазір бокал бар негіз, бірақ именно саған жоқ ше. Неге? Бокал жалқыда саған. Сол үшін Не үшін? ішіңіз. Осымен ба? Енді Өзің іше бер. ме? Болды ма? Сұрағың бітті ма? Сенде андай планшет, ноутбук деген жоқ па? Планшет бар. Ломбардта. Сосын саған жалқы бұл негіз планшет дегендер. 500 теңге енді планшетпен отырмайын жағыз. Болады осы. Шүкірде тағы. Петличка бар, алдыртып қой. Қат болмасын. Сәл. Көңіліне қарайық дедің ғой. Иә, сәл. Ютубқа шығарасыңдар ма точно? Или үйде өзің көріп жатасың ба? Кім мен мазаламыш?
аны айт та, камераға қара да, айт та, кетші. Ұйықтайын болды. Әңгімеңнің дешевый. Өзіңді дешевый ма, бір түрлі ше. Осы жерін монтажбен кесе саламыз да, тағы мынаның сыйы жоқ екен деп айтып жүрмесін. Не деген сыйы жоқ, құрметі жоқ адам деп. Күсіп отырасың ба енді? Мен өзім білем ше, жатам, ұйықтаймын, тұрам ба, өзім білем. Сіздің айтыңызда, маған қараңыз, айтыңызда есік ана отыр, кетіңіз шығып. Сосын жаңа донердің ақшасын төлеп, қоя салыңыз, тұрып жей салған кейін. Бірге жемейміз ба не? Сенмен ба? Сенмен тамақ жеу қалай болады екен ол? Западло десе, иә? Кеттім мен онда. Сұрақтарым біткен сияқты.